Машал Нұрдәулет компаниясының директоры Нұрәлі Рахметолла Қазақстан билігінен көмек сұрайды. Айтуынша, Қытай Халық Республикасы Шандунь провинциясының соттары 2020 жылғы 16 қаңтарда Қытай халықаралық экономикалық төрелік сот шығарған 122 үкімді орындауға асығар емес. Кәсіпкер қытайлық Янгун Жундай компаниясымен құрылыс материалдарын өндіретін қондырғылар жеткізу бойынша $425.850 келісімге келген. Ақша төленгенмен қытайлық компания бірнеше жылдан бері не қондырғыларды, не ақшаны бермей отыр дейді. Арызданудан басқа амалы қалмаған ол жоғарыдағы соттан өзге Линей қалалық орта халық соты мен Бейжің қалалық 4-ші орта сотында жеңіске жеткен. Алайда сот $425.800 өндіру туралы үкімді орындауда түрлі қитұрқылықтарға баруда деп шағынады. Енді осы сотты атқару барысында атқарушы судья, атқарушы сот ешқандай жұмыс жасамағаннан кейін мен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінен көмек сұрадым, хат жазып. Бұл көмегім бойынша біздің Сыртқы істер министрлік Бейжіңдағы елшіліктегі қызметкерлер осымен айналысып, Қытайдың соттарына сұраныс жіберді. Және біздің ТО-ның шотының расталған құжаттарын жіберіп берді. Сонан Қытай соты бұл жерде енді осындай бір халықаралық сұраныс болғаннан кейін маған жалған ақпарат берді. Біз ақшаңызды атқарып қойдық, даяр тұр, алып алу үшін өзің келу керек дейді. Өзім барып, бір Қытай азаматының шотына ақшаны аударып, ол Қытай азаматы маған аудару керек екен. Бұл сонда бір қитұрқы әңгіме болып тұр. Қытайдың заңдары бойынша халықаралық шоттарға ақшаны тікелей аудара алады олар. Олар айтады, біз аударатын тетігіміз жоқ деп. Ол жалған. Өйткені Қытай сот жүйесінің электрондық жүйелерінде, парақшаларында халықаралық делоларды, ақшаларын қалай аударғаны жайлы ашық жазылған. Мен айттым, соттан сұраныс айттым. Мен бару керек болса, маған құжат беріңіздер дедім. Мені сөзсіз келіп ақшаңды алып кетесің деген. Екіншіден, ақша атқарылып болғандығы жайында олар бізге заңды түрде қағаз жүзінде хабарлама жіберу керек. Оны жібермейді олар. Сұрап едім, менен жауап бермей қашты. Кәсіпкер сот қаржыны қытайлық азаматтың шотына аударып, артынша Қытай азаматтан Қазақстанға аударған күннің өзінде Қытай валюта бақылау тарапынан кедергілерге тап болатынын жеткізді. Бұл да Қытай соты қитұрқылықтарының бірі дейді ол. Бір жол, бір белдеу деген саясат негізі бұл әр ел заңды, теңді құқық дәрежеде даму керек деген келісім бар халықарада. Қытай мен Қазақ арасында да бар екі елдің кәсіпкерлерінің құқығын қорғау деген сияқты. Бұл жерде менің құқығымды Қытай соты аяғына таптап отыр. Міне, бұл бір жол бір белдеу саясатына қайшы келіп отыр. Сондықтан мен мемлекеттің, біздің Қазақстан Республикасының барлық құзырлы органдарынан көмек сұраймын. Осыны шешіп беруге, заңды түрде шешіп беруге көмек сұраймын. Себебі бұл, әгер менің осы ісім Қазақстан тәуелсіздік алғалы 30 жылдан бергі тұңғыш рет осындай үлкен сомадағы делоны халықаралық төрелік сотта мен жеңіп шықтым. Алланың қалауымен жеңіп шықтым. Енді осыны заңды түрде атқарып алуымыз керек. Әгер менікі заңды түрде атқарылмаса, алдағы уақытта біздің болашақтағы кәсіпкерлеріміздің алдынан осы кедергі әрқашан шығады да тұрады.